Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Алматы қаласында сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері жөнінде кеңес өтті. Жиынға президент әкімшілігі мен қауіпсіздік кеңесінің басшылығы, үкімет мүшелері, қалалар мен облыстардың әкімдері, сондай-ақ аймақтардағы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жетекшілері қатысты. Мемлекет басшысы ел аумағының 1/3 бөлігінде жер сілкінісі қаупі бар екенін, сейсмологиялық станциялар соңғы 5 жылда 45 мыңнан астам дүмпуді тіркегенін айтты. Оның көбі төмен балдық жер сілкінісі. Президент Алматыда болған төтенше жағдай кезінде тиісті органдар шұғыл әрекет етуге толық дайын болмаған. Қала тұрғындары не істерін білмей абдырап қалған атап өтті. Сондықтан бұл жиынның басты мақсаты сын айту емес, нақты шешімдер қабылдау екеніне тоқталды. Мемлекет басшысы Алматыдан бөлек еліміздің басқа да аймақтары жер сілкінісіне дайын болуы және қажетті инфрақұрылымды қамтамасыз етуі тиіс екенін атап өтті. Еске салсақ, 23 қаңтар күні Алматы облысы аумағындағы 5 балдық жер сілкінісі кезінде үрей дүрбелең салдарынан 50 шақты азамат зардап шегіп, 40-тан астам ғимаратқа жарық пайда болған. Кеңестен кейін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы мәжіліс өткізді. Мәжілісте облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының міндетін атқарушы Нұрсұлтан Ибрагимов баяндама жасап, Қызылорда облысы аумағының 1,1 миллион масштабтағы сейсмикалық аудандастыру карталарын әзірлеу бойынша атқарылған жұмыстарға, алдағы жоспарларға тоқталды. Қызылорда облысында мұнай кен орындарында көмірсутек шикізатының өндірілуіне және кейбір аумақтардың тау бөктерінде орналасуына байланысты сейсмикалық қауіпті аймақтар бар. Ықтимал төтенше жағдайлардан халықты құлақтандыру үшін Қызылорда облысының басқару органдары мен халқын құлақтандырудың кешенді жүйесі жобасы іске асырылуда. 2021-2023 жылдары облыс бюджетінен қаржы бөлініп, оған 79 сиреналық сөйлеу, 1 теле және радио арнаға қосылу құрылғысы, 8 басқару пульті орнатылып жұмыс жасауда. Алматыдағы жағдайдан соң облыстағы жедел штаб құрылған. Штаб құрамына азаматтық қорғау қызметтерінің басшылары мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері енген. Жиын қорытындысы мен аймақ басшысы төтенше жағдайлар департаментіне құлақтандыру жүйелері мен апатты құтқару күш құралдарының үнемі әзірлікте болуын бақылауға алуда. Материалдық техникалық базаның жеткілікті жарақталғанын тексеруді тапсырды.